Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табуға байланысты қолданбалы есептер шығару. Бұл жерде мен бір мысал келтіріп берейін. Түптің ауданы 20 мм. Түптің периметрі ең кіші болу үшін қабырғалар ұзындықтары қандай болу керек дейді. Яғни мына түптің периметрінің ең кіші болуының мәнін табамыз. Ол ең кіші болу үшін қабырғалар неше соны табамыз. Ол үшін біз функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табуға арналған қадамдар қолданатын боламыз. Яғни функция ең үлкен ең кіші мәнін табуға арналған тақырып бойынша есептеп шығаратын боламыз. Енді бұл жерде біз функция құруға болады. Ол үшін біз мына S формуласын жазайық. Түптің ауданы үшін S формуласы ол A көбейтілген B еді. Біздегі A көбейтілген B-міз мында 25-ке тең болып тұр. Бұл жерден A-ны табатын болсақ, A тең болады 25 бөлінген B-ға тең. Енді периметр формуласында ол бізде белгілі 2 көбейтілген A плюс B-ға тең. Бұл жерде енді A-ның орнына біз 25 бөлінген B-ны алып келіп қояйық. Сонда 2 көбейтілген 25 бөлінген B плюс B тең болады. Жақшаны ашып берсек, сонда 50 бөлінген B болады плюс 2 B болады. Енді қараңыздар. Мына жерде бізде B-ға тәуелді бір функция ретінде алсақ, мысалы B деген функцияны алайық. B функциясының осы туындысын табамыз. Ол тең болады 50 бөлінген B плюс 2 B-ның туындысы ол тең болады. Бізде бөлшекте алдында сан болатын болса, онда бізде бөлімнің бөлімінде туындысы B квадрат минус 50 бөлінген B плюс 2 бөлінген болса, ол бізде 2. Енді аратайық. Осы функцияның минимумдау үшін біздер нөлге теңесеміз, минус 50 бөлінген B квадрат плюс 2 болады нөлге. Бұдан B-ны табатын болсақ, біздер минус 50 плюс 2B квадрат бөлінген B квадрат ол тең болады нөлге. Бұдан B тең болады 2B квадрат. Ал нөлге теңесеміз, 2B квадрат минус 50 ол тең болады нөлге болады. Бұдан 2B квадрат ол тең болады 50-ге болады. B квадрат тең болады 25-ке. B тең болады плюс минус 5-ке. Енді бізде ұзындық болғаннан кейін, бұл жерде бізде X деген сан бар. Онда B бізде 5-ке тең болып тұр, ал A онда бізде 5-ке тең болады. 25-ке бөліп, сонда 5 болып тұр. Енді қарайық. Периметр ең кіші болады деп тұрайық, бұл 10 деген мәнде. Сонда қараңыздар. Мана бізде код B-мыз ол бізде 50 бөлінген B плюс 2 бөлінген функция болды. Мұнда B-мыз 5-ке тең болатын болса, сонда 50-ні 5-ке бөлеміз. Ол 10 болады. Осыған 2-ні көбейтеміз 5-ке. Ол да 10-ға. Сонда 10-ға 10 болса 20 болады. Ең кіші периметрдің мәні ол 20-ға тең болады. Яғни қабырғалары 5-те 5 болатын шаршыға